Ассалаумалейкум хаммеге. Здравствуйте всем. Бүгін грамматикадан темамызды давам етеміз, яғни сабақтарымызды давам етеміз. Көплік сан. Атылықлар көплік санда қалай өзгереді? Қарақалпақ тілінде біздер атылықтардан көплік сан формасын жасауымыз үшін лар, лер қосымтасын қосамыз. Кітаплар, дәптерлер, адамлар, жүректер, мәселен. Рус тілінде де сол лар, лерді беретін өзінің қосымталары бар. Соларды қазір көріп шығамыз. Көбінесе естіген болсаңыз керек, рус тілінде атылықтарға ый қосымтасы қосылады. Қарақалпақ тілінде біздер деп айтамыз. Сес, сесін береді, бірақ рус тілінде ый болып айтылады. Шкаф, шкафы. Шкаф, шкафлар. Міне, мына харіпті қостыңыз, болды, сіздерден көплік сан формасы жасалды. Стол, столы. Стол, столлар. Маркер, маркеры. Маркер, маркерлер. Бұлар мужской родтағы атылықтар еді. Енді женский родтағы атылықтарды көріп шығамыз. Школа, мектеп, мектеплер дейтін болсаңыз, школы. Так, мама, мама, мамалар, мамы. Так, енді сібір берген болсаңыз, мен доскада екіншісі и әрібін жазып қойыптан, и әрібі қайсы жағдайларда істетіледі. Әммесіне ый қойып кете бермейміз ба? Әммесіне ый әрібін қойып кете бермейміз. Рус тілі жүдә һәм бай тіл, һәм өзлерінің соған жараса қағидасы да жүдә көп. Бір кездер оқушыларым айтады, не қылады екен соның бәрін ойлап тапқан деп. Соның барлығын ойлап тапқан, соны іслетеді қазір, сол қағидаларды іслетіп сөйлейді. Соның үшін оқушыларым ешқандай оған басыңызды қатырып отырмаң, не қылады екен ондай қылып деп. Сол қағидаларыменен бай бұл тіл. Сол қағидаларыменен сұлу бұл тіл. Соның үшін сол қағидаларды барынша қабылдаймыз, һәм соны тек үйренуге әрекет етеміз. Так, міне, мына үш әріпті жазып қойыппан, осы үш әріп басланғыш формасы атылықтың кім ямаса не деген сұрауға жауап беретұғын жағдайда тұрған атылықтардың ақырғы әрібі мягкий знак и краткое, яменен бітсе, демек бұл сөздерден сіздер көплік сан формасын жасай жақ болсаңыз, ақыры обязательно и болу керек. Мәселен, медведь, аю, аюлар дей жақ болсаңыз, медведи. Бірлік сан формасы, басланғыш формасы мягкий знакқа біткен үшін көплік саны и алу керек. Енді бұны сіздер әрібін қойып көрсеңіз келіспейді. Соның үшін сол қағида өзінен өзі келіп шыққан болса керек меніңше. Медведь, медведы айта алмайсыз. Медведи өзінен өзі жіңішке қылып айтқыңыз келеді. Так, музей, музей, музейлер, музейі. Бұл жерде енді қатпенен қаратаңыз. Қараң, бірлік санында и дауыссыз и, басында шапкысы бар. Ал көплік санда болса, уже шапкысы жоқ и. Қалай айырамыз? Кітапта оқығанымызда, жазғанымызда, міне басында шапкысынан айырамыз. Айтып істеткенімізде сесінен айырамыз. Мынау сес айтылады. Музей, музей, себебі бұл дауыссыз сес. Ал мына жерде болса дауыслы сес. Музей. Дауыслы болған үшін өзіміз бұл созылыңқырап айтылады. Музей, музей. Оқушыларым сұрайды, мәселен кинода, көшеде мынандай диалогларды естісек, парқы білінбейді дейді. Білінеді. Бірінші естігенде сіздерге білінбеуі мүмкін. Бірақ күнде соны өздеріңіз іслетіп, өздеріңіз айтып басасаңыз, әрқайын біліп аласыз. Бірлік сан хақында гәп кетіп жатыр ма? Көплік сан хақында гәп кетіп жатыр ма? Себебі жаңағы айтқанымдай тек сесінен айыра аласыз. Мына жерде әрқайын айыра аласыз. Қайсысы көплік сан, қайсысы бірлік сан. Например, медведь, медведи. Ал мына жағдайда сіздер ітібарлы болуыңыз керек. Соны жақсылап айыру үшін өздеріңіз қайта-қайта қазір менің ізімнен айтып көрін. Музей, музеи. Музей, музеи. Лицей, лицеи. Лицей, лицеи. Так, кейінгісі. Яменен бітеді оны атылға. Земля, жер. Жерлер деп айта жақ болсаңыз, земли. Земли. Бірлік саны яға біткен үшін, көплік саны
и әрібін алу керек. Енді сіздерге құлағыңызға қайта-қайта естілу үшін міне гап қылып жаздым, гап қылып. Это кто? Бұл кім? Бұл аю, бұл аюлар. Рус тілінің, қарақалпақ тілінің және бір farқлы жері, рус тілінде кімлер деген сұрау жоқ. Рус тілінде тек кто деген бар. Ктоға сіздер бірлік санда да жауап бере аласыз, көплік санда да жауап бере аласыз. Қарақалпақ тілінде кімлер деген сұрау бар. Так, бұл аю, бұл аюлар. Это медведь? Это медведи. Так, это что? Бұл не? Это лицей. Бұл лицей. Бұл лицейлер. Это лицеи. Және бір мәрте қайталаймыз. Это лицей. Это лицеи. Это лицей. Это лицеи. Я знаю лицеи. Я вижу лицеи. Я знаю лицей. Я знаю лицеи. Я вижу лицей. Я вижу лицеи. Так, что это? Бұл не? Это земля. Это земли. Рус тілінде атлықлардың көптік сан формасына жасаудың және қағидалары бар. Бүгінше осы жетерлі деп ойлаймын. Осыны жақсылап өзестіріп алыңыз керек. Кейінгі сабақларымда және секретлері дейді ғой, рус тілінің өзінің және бір білуіңіз керек болған қағидаларын түсіндіріп өтемен. Сабақларым пайдалы болып отырған болса, мені қолдап қуатлаң, достарыңызға жіберің, үйренгісі келіп отырған, һәм комментарийде пікірлеріңізді жазып кетің. До свидания.